Сәлем достар, менің есімім Нұржаба Ванель, мен сексолог тренермін. Жақында бір қызық сұрақ келді. Шариктер пайдасы қандай? Шариктер дегенде бұл әйел қауымына арналған, яғни қынапқа вагинальный шарик, оны қынаптың ішіне салатын тренажердің түрі. Және де оның пайдасы қандай? Өте өзекті, өте бір жақсы сұрақ. Сол үшін жауап берейін. Ең алдымен неге шариктер? Себебі шариктер ең көп тараған, оның түрлері өте көп. Оның ішінде түрлі пішіні бар, түрлі материал бар. Яғни оның ішінде пластиктен жасалған, силиконнан жасалған, ағаштан жасалған түрлері бар. Және де оның бағалары өте арзан болуы мүмкін. Қымбат түрлері бар, вибрациямен, вибрациясыз, приложениемен жұмыс жасайды. Түрлері өте көп. Және де олар ең кең тараған. Яғни әр әйел адам өзіне любой шарик ала алады, және сонымен жұмыс жасай алады. Енді және де оны әр жерде сатып ала алады. Түрлі секс-шоп дүкендерде, интернетте, в общем, андайда ең доступный, оны алу өте жеңіл. Енді ол не үшін керек? Жалпы шариктер бізде әрине әйел қауымы көбінесе босанғаннан соң қынабы үлкен болып кетеді, кең болып кетеді, сезімталдығы төмен болып кетеді. Плюс онымен қоса осындай мәселелер, зәр шығу, ауа шығу, геморрой, опущение, құрғақтық, сезімталдық төмен, өте көп пайда болады мәселелер. Әрине босанбаған қыздарда да болады, ол зәр шығу, геморрой, түрлі мәселелер, қынаптың кеңдігі, даже жас қыздарда да болуы мүмкін, яғни босанбаған әйелдерде де болуы мүмкін. Сол үшін оны арнайы шариктермен шешу, жаттығу арқылы шешу, оның мақсаты сол. Яғни қынаптың ішіне салып қояды, жаттығу жасайды, қынап кішірейеді, сезімталдық көтеріледі, бұлшық еттер тонусы мықты болған соң, күшейген соң әйел адам әрине зәр шығу, геморрой, ауа шығу, түрлі мәселелер кетеді. Бұл факт, бұл көптеген жылдық тәжірибе, бұл кетеді, бұның нәтижесі бар. Соның ең басты мақсаты сол. Пайдасы, неге пайдасы бөлек айтқым келіп тұр? Себебі әр адамның қалтасына қарай сатып алуға болады түрлерінде. Өзінің бюджетіне сай, әр әйел оны сатып ала алады. Соны жасаған соң, күнделікті пайдасы болу үшін, оны күнделікті жұмыс жасаған соң, арнайы программа, арнайы кегел жаттығумен, немесе инструкциясын оқып, әр тренажердің артында инструкциясы болады. Сол инструкция арқылы жұмыс жасасаңыз, сіздің ең бірінші мақсатыңыз бұл әрине сіздің денсаулығыңыз жиналады. Әрине сіз көп босаған әйел болсаңыз, босап кеткен, оны қайтадан жинау, бұл бір мақсаты, соған көмектеседі. Яғни көптеген гинекологиялық мәселелерді шешеді. Екіншіден, бұл сіздің сезімталдығыңызды көтеру. Әсіресе күйеудегі әйелдер, күйеулері бар, төсек қатынасын күнде, аптасына бірнеше рет, регулярно, төсек қатынасқа түсетін әйел мен ерлі-зайыптылар арасында өте маңызды, себебі әйел адам төсектен қашпайды, себебі оның сезімталдығы көтеріледі. Яғни әйел адам төсекті қалауды бастайды. Бұл алдыңғы видеода неге әйел адам төсекті қаламайды? Оның бір себебі бұл бұлшық еттердің тонусы әлсіз, ештеңе сезбейді. Әрине сезбеген соң төсек қатынас бар ма, төсек қатынас жоқ па, бір жұмыс ретінде, бір міндет ретінде қарайды. Сол үшін оның өте күшті бір пайдасы бұл сезімталдықты көтереді. Себебі енді келесі, оны тренажерсіз де болады ғой, шариксіз де жасауға болады ғой. Иә, болады, бірақ әйел адам сезбейді. Мысалы, мен айтам, кегел жаттығу жасашы, 100 рет. Сіз 100 рет жасап, сәл бітірген кезде, 100 жеткен кезде, сіз сезіп бастайсыз мүмкін кішкене қан айналымы. Ал тренажерді, шарикті салып алып, сіз уже тез арада сезіп бастайсыз. Бірдеме бар, ана жерде бұлшық еттерім бар екен, сезімталдығыңыз көтереді екен. Түсініңіз, яғни оны тренажермен жасау, тренажерсіз жасау, сіздің бұлшық еттермен жұмыс жасауыңыз, сіздің тренировкаңыздың сапасы бөлек болады. Және де әрине нәтиже тез болады.
Содан сіз нәтиже тез аласыз. Мысал ретінде бір тренажерсіз жұмыс жасаған әйелді алайық, тренажермен да шарикпен жұмыс жасайды. Тренажерсіз жұмыс жасаған қыз ұзағырақ жасайды, да? Потому что уақыт керек, кішкене қан айналым барсын, нагрузка барсын, көп жасау керек. Ал шарикпен жасаса, одан да тез болады. Яғни сіз уақытыңызды үнемдейсіз және де нәтижені тез аласыз. Бұл ең басты пайдасы сол, да? Мына жерде бүйтіп мен қызылмен бояп қояйын. Ең бірінші бұл сезімталдық тезірек. Бұл шығеттермен жұмыс жасасын түсінесіз. Екінші, бұл нәтижеге тез жетесіз. Енді қыздар, мына жерде айтпасам болмайды. Оны ертең сұрайды да, қайдан алуға болады, қалай жасауға болады. Әрине сіз любой магазиннен ала аласыз. Мүмкін көп оқырман арасында осындай шариктер үйде бар, бірақ онымен жұмыс жасамасаңыз, мен сіздерді өзімнің курсыма шақырамын да. Рахат тайм курс бар бізде. Шарик болса, шарикпен келе аласыз. Біз сізге скидка, жеңілдік жасаймыз. Егер де сізде шарик болмаса, біз сізге жібереміз да почтамен. И біз бірге жұмыс жасаймыз. Техникасы бар, арнайы жаттығулар бар. Жаттығулар дегенде тек қана денсаулық емес, біз сонымен қатар төсек қатынаста қалай бұлшықеттермен жұмыс жасау туралы мен түсіндіремін. Сол жерде практика, в общем, толық ақпарат алғыңыз келсе, плюс жазыңыз, немесе қатысамын деңіз, да, мен міндетті түрде сендермен ақпаратпен бөлесем осы видеоның астында. И, конечно, мен тренер болған соң, менің қадағалауымен сіз нәтижеге жетесіз. Сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Пайдасы негізінен өте көп. Мына жерде именно шариктер ғана емес, жалпы тренажерлардың пайдасы өте көп. Просто шариктер өте доступны болған соң. И сол үшін мен сол шариктермен жұмыс жасаймын. Егер де жоқ, шарик маған ұнамайды, басқа тренажерларым келеді, әрине ала аласыз. Сұрастырыңыз, алатын жерден консультанттардан сұраңыз, сендерге міндетті түрде көмектеседі. И өзіңізге керегін, сізге өзіңізге ұнайтынын таңдайсыз да. Себебі бізде мысалы VIP пакетте 2 тренажер беріледі. И сол программаны уже аяқтаған соң әйел адам шешеді, маған мынау тренажер больше ұнайды, мынау ұнайды. Екеуі де ұнауы мүмкін. Бұл бір сіздің өміріңіздегі бір құрал, сізбен бірге жүретін, да, оны сіз шкафқа қойып қоймайсыз. Онымен күнделікті жұмыс жасайсыз. Күнделікті сіз дұрыс тамақтанасыз ба, сіз спортпен шұғылданасыз ба. Дәл солай сіздің қынабыңызға арналған инвестиция. Көп балалы аналар болса, оны енді әрине ең күштісі бұл бір тренермен бірге, группамен бірге бір мотивация беру үшін. Себебі өзім түсінем, баламен болғанда, үй шаруасы болғанда кішкене мотивация жетіспейді. Мынандай бір орта керек. Сол ортаны мен сендерге беремін, иншалла. Оның барлығы бір пайдасы болсын, сізге өзіңізді жақсы әйел ретінде сезіну үшін, және де плюс сонымен қатар сіздің күйіңізбен қарым-қатынасты жақсарту үшін осындай бір ниетім бар. Амин. Так что сұрақ қойыңыздар, сондай сендерге видео тағы да жазамын, сондай YouTube-қа салып отырамын. Сау болыңыздар.